Залда дәрігерлер, медбикелер мен қалалық медицин өз-өзіне жан-тәнімен берілген қызметкерлері. Олардың кәсібилігі мен жанкештілігі күн сайын адам өмірін сақтап қалуға көмектесіп жүр. Теміртауда бұл марапат 15 рет табысталып отыр. Қала әкімінің сыйлығы денсаулық сақтау саласындағы үздіктерді марапаттауға арналған ерекше жоба. 15-я. Теміртаудағы әкім сыйлығы алғаш рет 2011 жылы бекітілді. Содан бері біз жыл сайын өз саласының үздіктерін марапаттаймыз. Біз 7 маманды таңдадық. Сонымен қатар бұл марапат медицина саласындағы 40 жылдан астам еңбек етіп келе жатқан, өз білімін жас мамандарға беріп жүрген ардагерлерге де табысталады. Марапат иелерінің қатарында медицина жолын ондаған жыл бұрын таңдаған жандар да бар. Олар үшін бұл тек жұмыс емес, өмірлік жол. Мұндай жоғары марапатты алу мен үшін күтпеген жайт болды. Қалалық әкімдікке, сондай-ақ менің сүйікті ауруханама алғысым шексіз. Мен бұл салада көп жылдан бері қызмет етіп келемін. Алдымен 20 жыл бойы жансақтау бөлімінде жұмыс істеп, адам өмірін құтқардым. Кейіннен ультрадыбыстық диагностика саласына ауыстым. Бұл менің кәсібім ғана емес, бұл менің өмірім. Алғыс хаттар мен жылы лебіздер бәрі де дәрігерлердің еңбегінің қадірлейтінін көрсетеді. Әсіресе бұл еңбек жүректен шықса, нағыз құндылық сонда. Ахан Серғазиев, Тоғжан Сағынбекова, Сергей Хигай, Теміртау жаңалықтары.